оның ішіндегі екі қышқыл, алма қышқылы мен винный қышқыл ше, виноградный қышқыл, соның өзі жетіп жатыр. Ол барған кезде біздің асқазандағы қан тамырлардың мембранасынан водород өте алады. Сондықтан да бұның ең күшті ерекшелігі осы. Сол жерде асқазанда өтеді ол. Асқазандағы кішкентай ғана малейший соляный кислотаның өзі әсер етіп, сол қан тамырлардың мембранасынан өтеді, сөйтіп ағзаның барлық несіне қан тарайды. Сол жердегі неактивный бар ғой, пассивный кислородпен жалғасады, сөйтіп біздің барлығымызға доставка жасайды. Істемей тұрған ұйқы безі, жәндегіше сок түспей жатыр еді, соңғы бір ата сокты түсіреді, желчь шықпай жатқан желчьті не қылады, бауырды жұмыс етіп түсіреді, сөйтті ары қарай обрабатывать етіп, керемет ерекше осындай здоровьеға алып келеді денсаулыққа. Сондықтан да бұл кісі өзінің версиясымен айтып жатыр да, ол жақтағы бұл жердегі гендік адаптацияны да ескеру керек. Мен үшін өзім